Сізге Мәкең сәлем айтып жатыр, менің әкем. Сәлемет болсын. Өзі осы университетте оққан ғой. Сосын мен оқыдым. Енді міне, ұлымның кезегі келді. Ол негізі қалай айтсам екен сізге, мына кішкене спортқа жақынырақ. Бұл менің қызым. Өте көрікті екен, нешеде? Былтыр 18-ге толды. Енді ол ешқашан есеймейді. Көлік қағып қайтыс болған. Арғы қайырлы болсын. Көлік жүргізуші 16 жастағы боз бала. Қамқор әке соған куәлікті сатып әперіпті. Баласына диплом сатып алғысы келген сіз сияқты. Бұл енді мүлдем бөлек нәрсе ғой. Сіз диплом сатып алған инженер салған үйде тұрғыңыз келе ме? Жоқ әлде пара беріп жұмыс орналасқан хирургке ота жасатар ма едіңіз? Жоқ. Сіз дәл мен сияқты. Куәлікті сатып алған жүргізуші боз баланың ұлыңызды қағып кеткенін қаламайтыныңызға сенімдімін. Ақшаңызды алып кетіңіз. Оқуға түсу үшін баршаға талап бірдей. Сынақ тапсырыңыздар. Кешіріңіз.